Ассалаумалейкум достар, сендермен бірге мен Ереге. Достар, бүгінгі видеода біз досымның аккаунтына обзор жасайтын боламыз, және де біз қазір аккаунтқа кіріп алайық. Және де міне достар, обзор түсіретін аккаунтқа да кірдік. Қазір қызға осындай сет құрып қойыпты. Өте кереметтей осындай эмоциялар бар екен. Так, қазір осыны сіздерге бәрін толық көрсететін боламын. Ал видеоны толық қараңыздар. Так, персонажды қарайтын болсақ, Алок бар екен, Джастин Бибер бар екен. Так, мына персонаждар бар екен. Дальше мынандай Кронос, так, Камиль, так, Лаура, Хаято, так, осындай сеттер қойып қойыпты. Так, Тимур бар екен, Максим, Келли. Так, біз қазір Максимге сеттерді көрейік. Қазір ол персонаждарына сеттерді көрейік. Так, және де бізде ұлға қарайтын болсақ, осындай наборлар бар екен. Так, және де бізде осы Азамның шашы дейді. Королевская фиолетовая деген набор осы бар екен, және де мына шаш бар екен. Бұл да өте керемет. Так, мынау бар екен. Бұл, по-моему, бұл жақында шыққанда емес, баяғыдан бері бар. По-моему, бұл аккаунтта мен есімде досым осы наборды алған. Так, және де мынау олд пропустар бар екен. Так, мынау набор бар екен. Так, және де бізде Сайтама набор бар екен. Мынау набор. Бұл да өте керемет фастерлерге. Так, бұл да мынау олд пропуск бар екен. Және мынау бар екен. Кибермешник дейді. Так, мынау трэп пропуск баяғы, бұны олдтар білет. Ең қымбат пропуск болып шыққан баяғыда. Есімде. Так, мынау бар екен. Мынау набор. Так, мынау бар екен. Және де мынандай шаштар. Айтпақшы, мынау бар. Маскалардан так өте керемет. Және де инияны қарасылар өкішті. Бұл слабыйлау шамалы көгі, либо сарсы болғанда әдемі бар еді. Так, олд пропуск бұл да ковбой пропуск. Тегінге берген, по-моему, есімде. Топ игрок, және нақыз секесаш, фастерлерге көбін. Так, мынау набор бар екен, мынау бар екен, штан ангелан басы ғана бар екен, басқа ештеңе жоқ. Так, мынау шаш, білмеймін неде шыққан. Так, мынау бар екен, мынау. Так, шахтер басына кетін мынау бар екен, және мынау бар екен, мынау қайда шығады, что-то не то есімде жоқ. Так, мынау бар, Маквин кетін. Так, бұл да өте керемет фастерский набор. Так, және де осы бет маска бөліміне көшетін болсақ, мынау бар екен, сразу күтіп алып, өте керемет. Мынау бар екен, бұл да әдем. Мынау маска. Так, клоундар бар екен. Және де олд пропуск бар, айтпақшы, мынау олд пропуск. Так, красный демон деген. Так, және мынандай бандамалар бар. Және де мынау бар екен, керемет. Өте керемет. Так, мына старик маска бар, өте керемет дейді. Мынау бар. Так, дене бөліміне көшетін болсақ, өте көп. Міне, қарап өте беріңіздер өздеріңіз. Так, жай жүгіртіп қарай берейін мен. Так, міне, мынау бар. Мынау бар екен. Так, мынау бар екен. Бумажный медведь дейді. Мынау бар екен. Олар күштіналар. Так, мынау бар екен. Мынандайлары бар, мынау бар екен. Так, үстіге общий қарасақ, торстардан 465 торс бар екен. Өте керемет. Өте керемет. 13 сезонда золотоға жеткен, содан берген екен. Бұл олд аккаунт. Повар набор бар екен. Так, және мынау бар екен. Элдардың кетін кезінде. Элдар деген олд ютубер, кім біледі, комментарийге жазып кетіңіздер. Так, мұнда осындай киімдер бар. Мынау бар. Трешер ең бірінші түсірген киім осы бар. Так, және де бізде Сайтаманың бұты. Так, және де штаналардан бізде головорез бар екен, өте керемет. Так, жазовый штаны, және пуховый, және де мына фастерскилер бар екен. Так, кроссылардан көретін болсақ, бізде міне Данк Мастер деген кроссы бар. Бұл фастерлер кет көбіне. Так, мынау бар, кезінде хит болған кросс. Так, және шлепка бар, және ақ кроссы бар. Бұл да әдем көрінеді. Так, бізде осылайша склад бөлімін ұлдарға көріп өттік, және де біз коллекция бөліміне көшетін боламыз. Так, коллекция бөлімінде бізде дракончик сумка кезінде армандаған едік, осы рюкзакты. Так, осы күтіп алды. Так, және де бізде
осындай мынау қызыл қоян бар екен, мынандай. Так, ана көк тұр, дракон сияқты. Так, осындайлар бар екен, және де бізде лутбокстар. Бұларда онша қарай бермейтін шығар деп ойлаймын. Және де эмоция бөлімінде бізде общий 57 эмоция бар екен, достар. Шок. Так, полный қарап өтейік. Так, мынандай, мынау бар екен. Так, мынау бар екен. Мынандайлар бар екен. Тоба дейін бар екен. Так, машинаға отырып билейтін, бұл да ол. Так, мынау бар екен, және де суретке түсетін, бұл да ол. Мынау бар екен, гүл. Және де бізде мындай бар екен, құлайтын бір пропуск па, шығады, скоро осы жақында шықты. То есть, міне мынау за что бар екен, бұл да ол пропуск, және де дискотека, және де ковбой пропусктан секіріп тебетіні, және ашуланып қоятын бар екен. Бұл да олд пропусктар, көбіне олд аккаунт болған. Так, бізде прочие бөліміне көшетін болсақ, менде инкубатордан, каминдерден үшеу бар екен, магический куб біреу бар екен. Так, енді біз оружие бөлімінен көретін боламыз. Бізде алғашқы МК земляной күтіп алды. Так, бұл да өте керемет дейскен. Так, АК дракон на всех. Так, бізде скак купидон бар екен, оживленный зверь, және инкубатор бар екен. Так, міне ауық, өте кереметтей ауық. Және де бізде юмпиге осы оживленный зверь, скоростенность 2 мясода неде әдем болады бұл. Так, және бізде бумажный медведь, инкубаторға шыққан қателеспесем. Және бізде М40 бөлімінде механический М40 бар екен. Және де бізде дроваш бөліміне көшетін болсақ, М14-ге лес конца мира деген бар екен. Так, бұл өте керемет инкубатор. Және бізде осындай дроваштар бар екен. Попугай бар, навсегдаға двухсок бөлімінде. Так, бізде АВМ монарх бар. АВМ өте керемет. Және бізде катана бөлімінде осындай бар. Сковородкана арбузный, паран, биталар осындай. Кулакка бар, өте керемет. Кулакка бар. Және бізде гранаты бөлімінде стенканы көрсетеу кетсек, бізде бумажный дом, шаны ангелан стенкісі бар екен. Так, және бізде осындай 18 стенк бар екен, общий өте керемет. Және де осылайша питомецтерді көріп өтейік. Және де питомец бөлімінде бізде осының жартысы бар екен, почти жартысы бар екен. Так, мынау жоқ, мынау жартысы бар екен. Мынау жоқ екен, болып қалған бәрі. Так, мынау. Так, никті біз ереке 1000 подписчик деп қойық енді. Все, осылай болу керек. Все, әдем. Так, осы кеткен тағылар. Достар, осылайша обзор бітті. Так, егер досыммен ойнағыларыңыз келсе, міне айдиін көрсетіп өтейін. Так, міне осы айди. Так, друзья тастап қойсаңыздар болады. Бізбен егер рейтинг ранг көтеріп, комната ойнағыларыңыз келсе. Яғни де мен скоро гильдия ашайын деп жатырмын. Сол гильдияға кіріп, маған дамуға көмектескілеріңіз келсе, бірге дамимыз, солайша көтеріліп, алда белестерді бағындыра беретін боламыз деген үміттемін. Всем давайте, удачи! To share my night